Hi guys, how are you? Welcome back to my channel. Ағылшын бастауыш сынып каналыма қош келдіңіздер. Бүгінгі сабақта be әрпінің дыбысталуын өтетін боламыз. Каналыма тіркеліп, сабақ ұнаса лайк басып қолдап отырыңыздар. Let's get started. The letter B. Be әрпі. Hello, I'm a big bear. Big bear, үлкен аю. Яғни big bear деген сөзіміз be әрпінен басталып тұр. This is the letter B. Мынау be әрпі. B. Big bear. Big bear. Құлақтарыңызға бірінші қандай дыбыс келіп тұр? Оқушылар. B дыбысы келіп тұр. This is a B sound. Яғни біздің be әрпіміз B болып дыбысталады, B болып оқылады. Енді сұрақ сіздерге. What letter is this? Мынау қандай әріп? Yes, you are right. B. Big bear. What's the beginning sound? Қандай дыбыстан басталып тұр? B дыбысынан басталып тұр. Now, listen and repeat. B. Оқушылар мені қайталап отырыңыздар. B. Banana. Bat. Bird. Repeat after me. Мені қайталаңыздар. Ball. Bee. Butterfly. Book. Bus. Balloon. Оқушылар, біз алдыңғы сабақтан бері сөздердің өзін оқып қайталап жатырмыз. Енді сөздік қорымызға жаймендеп сөйлемдерді қосамыз. Яғни, бір-екі сөйлемдерді айтып бастаймыз. Okay? I see a balloon. Мен see көріп тұрмын. A balloon. Шар. Мен шарды көріп тұрмын. Repeat after me. I see a banana. I see a bluebird. Қане мені қайталаңыздар. Енді сұрақ сіздерге. What do you see? What не? You сен. What do you see? Сен не көріп тұрсың? What do you see? I see a ball. What do you see? Жауап береміз оқушылар. What do you see? I see a bag. What do you see? I see a book. I see a bee. Түсіндік пе оқушылар? I see дегеніміз мен көріп тұрмын деген. Үйден осы I see деген сөйлемді қолданып айта беріңіздер. I see a window. I see my mother. Келесі be әрпінен басталған сөйлемдерді оқимын. Менімен бірге қайталап тілдеріңізді жаттықтырыңыздар. A bag. Сөмке. The bag is blue. Bag. Сөмке is blue. Қандай? Көк. The bag is big. The bag. Сөмке is big. Үлкен. Ben is a boy.
Бен дегеніміз ұл баланың аты. Ben is a boy. Бала. The boy has a bag. The boy баланың has бар a bag. Несі бар? Сөмкесі бар. Баланың сөмкесі бар. Ben has a big blue bag. Benнің үлкен көк сөмкесі бар. Енді оқушылар үй жұмысын ала қойыңыздар. Үй жұмысына дәптерлеріңізге б әріпі б болып оқылады, дыбысталады деп жазып алыңыздар. Және жаңа сөздерді жаттап алыңыздар. Келесі сабақта с әрпін өтеміз. Сабақты жіберіп алмаңыздар. Міндетті түрде қараңыздар. Және сабақ пайдалы болса, лайк басып, каналыма тіркеліп, қолдап отырыңыздар. Келесі сабақта көріскенше, бай-бай.